Біз бүгін Free Fire'дан бұрыннан YouTube түсіріп келе жатқан қазақ ютуберлердің, яғни Free Fire аккаунттарын көретін боламыз. Ал сендер видео бастамастан бір маған тіркеліп, осы видеоға лайк басып отырыңдар. Так, біз аккаунттарды көрейік. Жалпы бүгінгі видеомызда біз енді топ 10 аккаунт дейма, үшін 10 аккаунттың тізімін көретін боламыз. Енді біз бірінші аккаунтымыздың ID, яғни бізде оның ID 13, 15, так 33 дейді бізде, так 15, так 13, 15, 33, так сосын 285, яғни бұл бізде бірінші аккаунт. Так, әрине бұл бізде бірінші аккаунтымыз, әрине бұл Дамирдің аккаунты. Бұл енді өздерің жақсы білесіңдер, жалпы осы Қазақстан бойынша ең лучший игрок десе болады. Бұл әрине осы аккаунтпен Free Fire тастап кеткен екен. Қазіргі уақытта жалпы Free Fire'ды қателеспесем мүлде ойнамайды. Так, бұның әрине аккаунты 30 ай назад. Мына жағдан біз көріп кететін болсақ, яғни бізде бұның аккаунты қай пропустан бастап ойналған екен? Әрине бұл Сакурадан бастап ойналғанда ең соңғы рет қандай пропуст өзі? Так, мутация дейма, общем мутация деген пропусттан бастап ойынды тастап кеткен, яғни бояқ пропустты ойнамаған. Әрине бұл аккаунт Game KZ деңгейде екен. Сол кезде бұның уровені жалпы 70-ші уровен 18961 лайкі болған екен. Так, кім лидер екен бұл жақта? Так, лидер көрсетпей ма? Так, лидер қателеспесем бір басқа біреу секілді. Адейс Орал, яғни Адейстің бір гость аккаунтында лидерлікті қойып қойған екен. Так, екінші жағында ешқандай зат жоқ, профилына Аяука деп жазып қойған екен. Так, жарайды, біз бұл аккаунтты көрдік. Енді біз өзіміздің кезекті екінші аккаунтымызды көрейік. Яғни бұл да қазақ ютубер, жалпы олд ютубер десе де болады. Бұны барлықтарың білесіңдер деп ойлаймын. Так, үстіп жібереміз. Әрине бұл бізде Фофо Кинг Досымжанның аккаунты. Бұл да әрине 30 назад и лимит запрос болып кеткен. Так, соңғы 71-ші уровень екен. Аккаунтты яғни банға кеткен екен. Причина читерства дейді. Так, мына жақта жалпы ник көрінгенмен профиліне кірмейді. Әрине өзінің Казреспублик деген гильдиясы болған екен. Сонда бұл соңғы рет читпен ойнаған ба, софтпен ба, сондай бір нәрсе болып тұр екен. Ну, жарайды, бізде Досымжанның аккаунты банда екен. Ал біз кезекті өзіміздің аккаунтымызды көрейік. Так, бұның ID бізде 1771 дейді. 447 дейді, сосын бізде 129. Міне, бұл аккаунт жалпы легенда аккаунттардың бірі десе де болады. Бұл әрине 30 назад болып кеткен. Бұл бізде кімнің аккаунты? Әрине бұл бізде Дуканың аккаунты. Бұл да аккаунты, яғни банға кеткен. Соңғы рет жалпы 2023-дің 8 айының 21 күні банға кеткен екен. Неге Каринг YouTube деп тұр екен. Енді соңғы рет неген солай өзгерткен сияқты. Айтпесе бізде бұрында ангел фондарды тек ютуберлерге ғана навсегда берген, ал қазір оны жалпы бізде қателеспесем 2000 алмазға, тіпті оның өзін алып тастаған секілді. Яғни олд ютуберлерде ғана бар. Ну, жарайды, бізде яғни Дука мен Досымжан екеуінің аккаунты банға кеткен екен. Ендеше біз өзіміздің кезекті аккаунтымыз. Так, бұл кімнің аккаунты? Бұның ID-ін тереміз. Так, 591 дейді бізде. Сосын 86, 34. Әрине бұл бізде Қиғачбектің аккаунты. Бұл аккаунт әрине 30 назад болып кеткен, запрос кетті. Так, бұның профилына кірем екен бізде. Так, әрине бұның профилына кіреді, яғни бұл аккаунты банға кетпеген, тек өзі жалпы ойыны тастап кеткен екен. Так, бұның неге сол баяғы тұр. Әрине гильдиясы әрине бар. Гильдиясына қазір уақытта өзі ғана тұр екен. Так, мына жаққа гильдиясына проверка өту жайлы, мына жақта номер жазып қойған екен. Ну, жарайды, біз бұның аккаунтына лайк басып қоямыз. Әрине 63-ші уровень кезде ойын тастап кеткен екен. Жалпы аккаунты бізде Пантера пропустан бастап ойналған. Енді сол кезде өздерің видеосын білесіңдер. Бізде жалпы қателеспесем ең алғашқы Free Fire ойнап көрдім деген ба, сондай болу керек тақырыбы. Так, соңғы рет бізде так, Возмедиа деген пропустан бастап жалпы ойыны тастап кеткен екен, бірақ оған дейінгі көп деген пропусттарды ашқан, яғни бояқ пропусты ойнамаған. Екінші жағында ешнәрсе жоқ. Қасына youtube.com Қиғачбек деп жалпы жазып қойған екен. Так, біз бұл Қиғачбектің аккаунтын көрдік. Енді біздің кезекті аккаунтымызды көрейік. Бізде жалпы ол да енді легенда аккаунттардың бірі десе де болады. Енді сендер ол аккаунтты жақсы білесіңдер, ал біз мына жақтан бір тағы да ол аккаунтты іздеп көрейік. Так, соңғысы 119 дейді бізде. Әрине, бұл бізде Ероханың аккаунты, бұл әрине онлайн, еще бұда лимит запрос. Қазіргі уақытқа дейін жалпы ойыны тастамаған екен. И так, бұның аккаунты Ас Ерока деген никпен тұр. Әрине бұның галочкасын алып қойыпты, яғни уровені 74-ші уровень, 130 мың лайк бар екен. Қазіргі уақытта рейтингі
3282 очкосы бар. Рангтан жалпы серебро екен. TikTok панда деп қойды. Стрим осында Еромут 9 деп қойды. Яғни біздің региондағы ең мықты ойыншылардың бірі. Профиліне кіретін болсақ, біздің Аристократс дейді. В общем, сондай бір гильдиясы бар екен. Гильдиясында 27 адам бар. Қателеспесем, бұл өзінің гильдиясына стримда проверка өткізеді деп ойлаймын. Жалпы қазіргі уақытта скилл дейма, в общем, өте мықты. Әрине жалпы лучший ПКшниктердің бірі десе де болады. Ал ендеше біз өзіміздің келесі аккаунтты көреміз. Так, бұл аккаунт жалпы бұның ID 160059 дейді. Сосын бізде 936 дейді. Міне бізде кезекті аккаунтымыз. Так, бұл аккаунт енді бұрын қателеспесем Zefrix'та болғандығын, бірақ қазіргі уақытта админ ойнап жүр екен. Так, бұл да еще 30 назад болып кеткен. Так, профиліне кірейік. Жалпы бізде қалай болады екен? Әрине аккаунты банға кеткен. Яғни бұл соңғы рет аккаунтын админ ойнаған екен. Админ N1 деп қойды. Яғни Zefrix'тан кейін бұл аккаунтты админға тастап кеткен. И админ болуына барғанда 2025 жылдың 7 айының 23 күні банға тыққан екен. Ну, жарайды. Біз өкінішті бұл аккаунтта банға кеткен екен. Ал ендеше біз өзіміздің кезекті аккаунтымызды көрейік. Бізде бұның ID 37699 дейді. Сосын 5487 бізде кезекті аккаунтымыз. Әрине бұл бізде ADS-тің аккаунты. Бұл қазіргі уақытта 5 сағат бұрын ойнап кірген. Қазіргі күнге дейін жалпы YouTube-ды түсіріп келе жатыр екен. Бірақ бұл қателеспесем бұның бір екінші аккаунты болу керек. Так, бұның аккаунты қазір 75 уровень, 44235 лайк бар екен. Әрине өзінің GameKiz деген қайтадан гильдиясы бар. И так, бұда лидер кім екен? Бізде N1 деп қойыпты. Енді бұл игрок жалпы қандай игрок? Қателеспесем, так, что-то бұл таныс мағаншы. Қателеспесем, қазіргі кезде бұл Дамирдің аккаунты ма, сондай болу керек. Бірақ мынау ADS-тің аккаунты, әрине аккаунтта жетілет деген бар. Бүкіл эволюцияны көтеріп тастаған. Енді так, рангтан 0 жұлдызды мастер дейді, а рейтингтан платина 1 екен. Яғни рейтингті жалпы көп ойнамайды екен. Так, біз бұл аккаунтты да көрдік. Біздің енді келесі аккаунтымыз. Енді бұл да легенда аккаунттардың бір десе де болады. Сендер бұл аккаунтты жақсы айтса, жалпы бізде осы СНГ региондағы барлық игроктар бұны таниды. Так, сосын одан кейін бізде 171. Так, міне бұл әрине бізде Киброның аккаунты. Брошка деп қойыпты. Киброшка, лимит запрос. Әрине бұл 7 сағат бұрынға кірген екен. Аккаунты қазіргі уақытта колесо битпатын, яғни серебро 3-та. Ал рангтан бізде серебро 3 екеуінен де серебро 3 екен. Әрине уровень әлі 60-ға жетпепті. Енді бұл өте от игрок, енді сендер өздерің жақсы білесіңдер. Так, 59 жүрген бағамен, бірақ 61581 лайкі бар екен аккаунтына. Жалпы инстаграмы Кибро, үшін барлық жақта Кибро бұның жалпы аты. Мына жақта штани ангелдің бүкіл түрін алған Сакура хип-хопының аккаунтта міндетті түрде бар. Яғни өзінің брояқтың гильдиясы бар. Гильдиясында 36 адам бар екені жапасының слоганына бізде тек нағыз бұралар деп жазып қойыпты. Так, бізде Киброның аккаунтын көрдік. Енді біздегі жалпы 9-шы аккаунт сізде болады. Осы аккаунтты көрейік. Бізде жалпы қалай болады екен? Так, бізде ID 14 20 19. Так, бұл бізде әрине енді жалпы жалғыз қыз. Бүгінгі видеомыздағы бұл бізде ол ютубер де болады, өйткені бұл бұрыннан бері ютуб түсіріп келатыр. Оны сендер өздерің жақсы білесіңдер. Бұл әрине лейдидің аккаунты. Так, бұда запрос кетті, яғни запросын өзі тазалап отырады екен. Так, бұнда бұрыннан келе жатқан өзінің аккаунты TikTok Lady FF, так, люблю Азика дейді ғой. Так, өзінің гильдиясы бар екен и 66 уровень, 21467 лайк бар. Рангтан да, рейтингтан да жалпы рейтингі золотой екен и бүкіл эволюцияларды көтеріп тастаған. Жалпы аккаунты өте мощный, бірақ көбінесе бұл қыз стримда отырады. Енді өздерің бұны жақсы танисыңдар. Біз бүгінгі видеомызда осы олд қазақ ютуберлердің жалпы 9 аккаунтын көрсеткен болатынбыз. Жалпы сендер 10-шы орынға, яғни топ 10-шы аккаунтқа кімнің аккаунтын қоясыңдар, соның ID-ін осы видеоның комментариясына жаза кетіңдер.